Сәлем достар, бұл косплей. Бүгіннен бастап қазақша техноблогингтің тарихын жазуды бастаймыз. Себебі менің бүгінгі распаковка жасайтын, шоулу жасайтын смартфоным басқаларға немесе бұрынғыға қарағанда өзгеше және ерекше десе де болады. Себебі менің қолымда Oppo компаниясының Lamborghini компаниясымен бірге отырып жасалған Oppo Find X Lamborghini Edition смартфоны. Бұл смартфон Қазақстанда да, Ресейде де әлі сатылымға түскен жоқ және сатылымға түспейді де. Қазақстандағы бағасы, яғни теңгеге ауыстырғандағы бағасы шамамен 600 мыңдай шығады. Бұл смартфонның қандай ерекшеліктері бар және бұл смартфонға неге бүгін шоу жасауымыз керек екенін сіздерге айтып өтемін. Қорабы қою көкшіл түспен боятылған және де оның сыртында алтын жылатылғандай Lamborghini'дің және Oppo'ның логотиптері орналасқан. Ал чехолы арнайы осы смартфонға арналған, үстіңгі жағы ашық, өте стильді чехол. Одан кейін бізде әрине кітапшалары, бізде бұл жерде ең маңызды ол сим-карта яшығын ашатын иненің орналасуы. Ары қарай бізде суперзвук деп аталатын адаптер, яғни қуаттайтын, жылдам қуаттайтын адаптер. Беспроводные наушники, яғни кабельсіз Bluetooth арқылы жұмыс жасайтын наушниктері. Олар сырт көзге бір жук немесе қоңыз сияқты көрінеді, құлаққа салған кезде маған ұнаған жоқ, ыңғайсыз тұрады. Себебі көлемнің үлкен болуына байланысты маған әйтеуір ұнаған жоқ. Type-C кабелі бұл смартфонды қуаттайтын кабель, өте стильді қою сары түсте жасалған екен, сырты матамен қапталған. Менің ойымша өте берік, үзіліп қалмайтын кабель. Ал енді бізде смартфонның өзі үстіңгі жағында Oppo'ның және де астыңғы жағында Lamborghini'дің логотиптері орналасқан. Камерасы өздеріңіз көріп тұрғандай жоқ, камерасы бізде слайдер ретінде үстінен шығады. Ал енді дизайнына келетін болсақ, қолға ұстаған кезде смартфон өте жақсы сезімдер қалдырады. Мен бұл смартфонға ғашық болып қалдым деп ойлаймын, себебі бұрын соңды мынандай әдемі, мынандай жұқа смартфон мен әлі көрген жоқпын. Және де маған ең ұнаған жері ол барлық смартфондарға тән кекілдің болмауы. Яғни үстіңгі жағындағы срез, мынандай бір әдемі емес срез еді. Мен кезінде Pocophone-ға шоу алғашқы көзқарас жасаған кезде ұрсып тастаған болатын. Бұл не деген ұсқынсыз смартфон, неге мына кекілді алып тастамайды, iPhone-нан қайталаған барлығы плагиатчик деп айтатын. Ал Oppo компаниясы барлығына смартфонды қалай жасау керек екенін көрсеткен сияқты. Дисплей AMOLED технологиясы бойынша жасалған, дюймі 6:4, ал экранның рұқсаты 1080-де 2340. Ал дисплея Gorilla Glass 5 шынысымен қапталған. Процессор Qualcomm компаниясының Snapdragon 845 процессорында жұмыс жасайды, Adreno 630. Оперативтік жады 8 гигабайтқа тең, ал кіріктірілген жады 512 гигабайтқа тең. Бір өкініштісі бұл смартфонға флешка салынбайды. Батарейкасы литий-ионды 3400 мАч жұмыс жасайды. Оперативтік жады Android 8.1. Face ID да бар, NFC да бар. Бұл өте керемет, қазіргі таңдағы ең заманауи смартфондардағы бар функциялар. Камерасына келетін болсақ, негізі камерасы қосарланған 16 мегапиксель және де 20 мегапиксель, ал апертурасы 2-ге тең. Вспышка, автофокус бұл әрине ешкім таңғалдыра алмайсың, барлық смартфондардағы бар функция. Алдыңғы камерасы 25 мегапиксель, ал апертурасы 2-ге тең. 3D iSelfie функциясы және де Emoji функциясы бар. Emoji жай ғана ойыншық сияқты, әрине эмоджиға жетпейді, бірақ та Oppo компаниясы барынша тырысып баққан сияқты. Камерасына қоса кететін болсақ, алдыңғы камерасының түсіргені маған ұнады, ал артқы камерасының суреттері маған ұнаған жоқ. Себебі флагман және де 600 мыңға сатып алатын смартфонның камерасы менің ойымша едәуір жақсырақ болу керек. Сонымен достар, біз бүгін Oppo Find X Lamborghini Edition смартфонның распаковка, яғни қысқаша шоу және алғашқы көзқарасымызды жаздық. Мен ойымша бұл өте керемет смартфон, дизайны жағынан да, қолға отыруды жағынан қолға ұстаған кезде өте бір керемет сезімдерде боласың. Мен ойымша бұл смартфонды сатып алған адам тіпті өкінбейді.
Сондықтан да бұл смартфонды сатып алғыңыз келсе, ойланбастан тапсырыс беріңіздер, сатып алыңыздар, еш өкінбейсіздер. Техникалық сипаттамасы жағынан да және де басқа да бағасы жағынан да тіпті 600 000 теңге деген бұл смартфон үшін өте жақсы баға деп ойлаймын, себебі iPhone 10 Max-тың өзінде 700 000-ға 800 000-ға кісілер сатып алып жатыр. Оның жанында ешкімде жоқ смартфонның иесі болу бір өте керемет жағдай деп ойлаймын. Сондықтан да сәттілік, сатып алсаңыздар маған жазыңыздар. Сонымен сіздермен бірге болған Cosplay. Біздің каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздердің әр лайктарыңыз келесі видеоның шығуына көмектеседі. Біз сіздер үшін эксклюзивті смартфондарды, ең қымбат смартфондарды алуға тырысамыз. Себебі техноблогинг Қазақстанда даму керек, қазақша контент даму керек. Соған барлығымыз сіз болып, біз болып атсалысайық. Сонымен сіздердің лайк күтем, комментарий күтем. Ал сіздермен бірге болған Cosplay келесі кездескенше сау!